Егер сен бір адаммен сөзге келіп қалсаң, ол үндемей кетіп қалса, демек, ол сені Аллаға тапсырды. Сенің аузыңнан шыққан сөздеріңе Алланың өзі жауап береді. Билігі еркекте болған үй береке. Әйелдің даусы қатты шыққан үйде береке болмайды. Әйел билеген үйден ынжық ұлдар мен көкбет қыздар шығады. Отбасында әкесінің басты адам екенін көріп өскен ұл бала болашақ отбасында да басты адам бола біледі. Қоғамға, әлеуметтік ортаға дағдылануы да оңай болады. Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Балаң патша болсын десең, әкесін хандай күт. Ашылған есік жабылады білсең, жабылған есік қағылады білсең, қадірін білші жақының барда, жаралы жүрек сағынады білсең. Күндердің тез өтіп кетіп жатқанына таң қаласың. Кейін мұның күндер емес өмірің екенін аңғарасың. Үлкен жақсылық келерде Алла сені аямай сынақ қалады. Төзімің мен шүкіріңнің салмағын байқайды. Қаншалықты қиналсаң да Алладан үмітіңді үзбе. Иншалла, Алланың қалауымен барлығы жақсы болады. Адамды ренжітпеуге тырысамын. Шамам келгенше көмегімді аямаймын. Бірақ кей адамдар иілген сайын басыңа шығады екен. Санасы төмен, талғамы таяз адам саған ашуланса, сыйластығыңды жоққа шығарады. Жақсылығыңды ұмытады, сырыңды елге жаяды, тіпті сенің бойыңда жоқ нәрсені айта бастайды. Мен адамдармен маған деген қарым-қатынасына, сыйластығына қарап араласамын. Оның атақ-абыройына немесе байлығына қарап емес. Еңкейгенге еңкей, әкеңнен қалған құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес. Алланың осы сөзі жүрегімді жылытады. Қорықпаңдар, сендермен біргемін, естимін, көремін. Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа. Қандай тілде болса да, ең керемет, ең әдемі сөз, мен сені кешірдім. Кісілігін жоғалтпаса, жауыңның қайсы бір иттігін кешіруге болады. Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын ардақтай біледі. Сондықтан да ол әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы және көнгіш келеді. Болмашыға бола өтірікті айтпайды, олар көп мылжыңдамайды, ешкім сұрамаса ішкі сырын шашпайды. Жұрттың бәрі өкпелегіш әйтеуір, менде ғана көңіл жоқ па деп қалам, сүйегімнен өтсе дағы талай сөз, салмаппын мен біреулерге бай балам. Жұрттың бәрі мін іздегі шетінен, мен ешқашан мінді бетке баспаппын, пайдаланып әлсіз тұсын шымшылап, ешкімнің де төбесінен аспаппын. Ауыр сөйлеп, артық айтпа жақынға, көрместейін сірә сілте басыра, реніш кетіп, өкпе қалар бәрібір, жүрегіңе жүк саларсың қапыда. Дұрыс па енді, мұнымыз жарамайды, сөз сүйектен өтеді, жаралайды, өмірде бар кезіңде емес сені, бәрекеш болғаннан соң бағалайды. Жақсылық жасау үшін керемет жағдай мен ақша қажет емес. Таза ниет пен мейірімді жүрегің болса болғаны. Ақтық сапар намазына соңғы рет жиылғанның жасы қалар мөлдіреп, сонда имам барлығынан сұрайды, тірісінде қандай адам болды деп. Осы шығар ең ауыры, ең қайғы, әперсең де
кеш болады енді айды, жақсы жан деп айта салар біреулер, шыныменен не ойлайды сен жайлы. Ол жағдайды бірақ бастан өткерме, бар адамды бауырдай көр, жек көрме. Мына қысқа дүниеде не жетсін, айналаңа сыйлы болып өткенге. Сонда ғана бағалысың, қымбатсың, өмір деген өте шығар жұмбақ шың. Қандай адам болды десе барлығы, жақсы жан деп шын жүректен тіл қатсын. Тағдыр кейде сені қатты сынайды, бұл сынаққа шыдамдылар ғана шыдайды. Бұл өмірде барлығы да уақытша, қиындықта мәңгі баста тұрмайды. Сабыр сақтап шыдаңыз, тағдырың балдан тәтті қуаныштар сыйлайды. Бас иіп барлығына келіскенің, көрсең де бұл өмірдің терістерін, сүрініп сынақтардан тұра білсең, бұл сенің өмірдегі жеңістерің. Ақымақ адам ешқашан өз ойын өзгертпейтін адам. Егер барлық адаммен дос болсаң, ешкіммен де дос емессің. Біреуді бақытсыз қыла тұрып, өзіңді бақытты қыла алмайсың. Сабырлы сана нағыз жетістік. Саған қатысы жоқ ойлар мен заттар саған қатысы бар ойларды бұзбасын. Жыланды 1000 жыл балмен бақсаң да, бәрібір уын шашады. Алғысы жоқ адамға қанша қол ұшыңды соссаң да, оның рахметі жоқ. Ақшада емес, атақта емес бақытың, ең бірінші денсаулығың жақұтың, өзіңді күт, әр күніңді бағала, өтіп жатқан қайта келмес уақытың. Өмірде ең қиыны не екенін білесіз бе? Алланың сынағы. Жүректегі мұң. Іштей жылаймыз, сырттай күлеміз. Бір жамандық болу үшін жарты сағат жетеді екен. Бір жақсылық болу үшін жарты өмірің кетеді екен. Жаның, барың, ермегіңде ақыл сынның өтем екен. Жеме-жемге келгенде жақыныңда бөтен екен. Ең өкініштісі не екенін білесің бе? Кейде өзгелердің көңілін қалдырмаймын деп жүріп, өзіміздің көңіліміздің қалып жатқанына мән бермейміз. Адамның көңілінен бәрібір шықпайсың. Ең бірінші өзіңді ойла. Бізді жақсы көргенсіп жүргендерге сеніп жүргенсіп жүре береміз. Үйрендім. Артымнан ғайбаттаса да, жүздеріне күліп қарауды үйрендім. Жалған сөздерді үндемей-ақ тыңдауды үйрендім. Жүрегім ауырып тұрса да, мен де бәрі жақсы деп айтуды үйрендім. Бір сәтке көзімді жұмып, бұл дүниеге көнігуді де үйрендім. Егер сіз киімі нашар, жағдайы төмен, ауру сырқат, кедей адамның қасында отыруға ұялсаңыз, біліңіз, сіздің жүрегіңізде тәкаппарлық бар. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес. Бірақ кейбіреулері мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Өмірің өтер, жақсы менен жаман аралас. Өмір өтеді деп қарап жүрген жарамас. Еңбек етсең бақытқа бір күні жетерсің. Еңбекпен ғана қымбат болар бағаң рас. Өмір өтеді деп қарап жүруге болмайды. Аузыңа кеп, дайын ас ешкім салмайды. Адал еңбек етуден сен жалықпа, адалдығың ескерусіз қалмайды. Ойымда еш жаман ойы жоқ адам болғанымыз сонша, күліп сөйлегендердің барлығын өзіміз секілді көріп, сеніп қала береміз. Бақыт деген барлық нәрсеге жету емес, жеткен нәрсеге шүкір ете білу. Адамдардың іздегендеріне қарап, кімге керек екеніңді көресің.
Ал іс-әрекеттеріне қарап, кімнің бағалайтынын білесің. Бірақ кім үшін қымбат екеніңді уақыт көрсетеді. Жер бетінде адам бар ма, мұңы жоқ. Мұңы бар ма, құстардың да тілі жоқ. Осы жайлы ойға батам кейде мен, кеудемдегі жүрегімді тіліп от. Байларда да жетпей жатқан ақша бар, қайғырады тақта отырған патшалар. Бір үзім нан таппай жүрген кедейде, кезін ойлар, күндіз түні аш қалар. Соңынан сөздің ермедім, ашуға ерік бермедім. Жеңісі көп өмірге жеңілу үшін келмедім. Тақ емес маған керегі, тілейтінім бақ қана. Ақ таңында жалғанның, оянсам деймін шаттана. Қажеті жоқ даңқтың да, аңсайтыным мұңсыздық. Күлгім келеді шынайы, жалықтырды үнсіздік. Біреулер сіңе құмартып, біреулер жатады мін артып. Орынсыз өтірік мақтаудан, орынды айтылған сын артық. Ақ көңіл адал дос қайдасың, ескертіп қоятын айласын. Жалықтым жасанды жандардан, ойлайтын басының пайдасын. Заман емес өзгерген бе адамдар, бетке күліп, ал сыртыңнан жамандар. Қолда барда қадірлейсің, сыйлайсың, ал жоқ болса, айтшы қандай бағаң бар. Тірімінде жұрттың бәрі дос көрсең, құрыдым де, дұшпаныңа дес берсең, ауыр деген сынның өзі жеңілдеу, бір әділдік бар екенін ескерсең. Ұттым дей бер, жұрттың бәрін дос көрсең, біттім дей бер, жауларыңа дес берсең, өзіңе де әділ болу жеңілдеу, бір өлімнің бар екенін ескерсең. Ауыр сөйлеп, зәбір берме ешкімге, барлығы да қонақ екен 5 күнге. Көңіліңді ауыртып кеткен жандарға, сақтамағын ешқашанда кек мүлде. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Бақ деген құс ұшады да кетеді, тақ деген түс кіреді де кетеді. Байлық деген мұз ериді де кетеді, мәңгілік қалатын ол іс, адал іс. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден, көп жазып ем оныма өкіндім мен. Ойласам, көрген бейнет тартқан қайғы, болыпты не біреуден, не өзім. Үндемеу көп бәледен қалқан, ал көп сөйлеу зиянды. Адамның тілі кішкентай, бірақ ол қаншама өмірді сындырады. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.